Насаат Кейджи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдың бұл хадисіге айтудан бұрда пайғамбарға бір салават саллаллаху алейхи уассалам. Ан Сахл радиаллаху анху. Сахл радиаллаху таала анху айтады, ани наби саллаллаху алейхи уассалам пайғамбардан. Қала инна фил джаннати бабан юқалы лаху райян. Бейіште бір ешік бар дейді. Ал ешіктің аты райян екен. Ядхулу минху саимун, ал ешіктен ораза қармағандар кіреді яумал қияма, қиямат күнінде. Ла ядхулу минху ахадун гайрухум, андан башқа ешкім кірмейді. Юқалы айна саимун, қияматта ораза қармағандар қайда дейді екен. Ораза қармағандар. Фаяқумун, ораза қармағандар тұрады екен. Ла ядхулу минху ахадун, жаңағы райян деген ешіктен башқа ораза қармағандардан башқа ешкім кіре албайды екен. Фаиза дахалу, мана ораза қармаған сіздер кіріп бүткеннен кейін уғлиқа фалам ядхул мин ахад, ешік бекілет екен да башқа ешкімді кіргізбейді екен. Имам Бухари, Имам Муслим риwayat қылған хадис. Аллах табарак ва таала барыңыздарды райян ешігінен шақырып бейішке кіру насіп етсін.